заманда бір бай өмір сүріпті. Оның жеміс жидекке, көкөніске, дәнді дақылдарға толы керемет бағы болған екен. Бағы жайнап, көз тартып тұратын көрінеді. Алла жаңа туған нәрестеңе береке берсін. Ғұмырлы болсын, Хамдун мырза. Рахмет, Шайбун. Атын қоюға қиналып жатырмын. Үлкеніңді батыр, күшті болу үшін Асат деп қойдың. Ал екіншіңді жомарт жан болсын деп Жауат қойдың. Үшінші балаңда қандай сипат болғанын қалайсың? Мен оның шыдамды болғанын қалайым. Сабырлы болса дейм. Сабырлы адамның басында ғана бақ ұзақ тұрақтайды. Өмір бір қалыпта тұрмайды. Алла мал жаныңа береке берсін. Оның есімін Сахыр деп қой. Қиындыққа төзімді болсын. Сабырлы болсын. Алыңыздар, алыңыздар, ас болсын, алыңыздар. Қанеке. Хамдун мырза, бізге өзіңіз қызмет қылып жүрсіз бе? Сіздер құрметті қонақсыздар. Сіздерге қызмет ету міндетім. Көмектесіп жіберейін. Алла берекесін берсін. Бұл қызың басанған? Я, қызым Сәлма. Қандай керемет, керемет. Бұны білмеппін. Қызым кенже балаң Сахыр туылған жылы дүниеге келді. Екеуі құрдас. Я. Балалар өсіп қапты. Біз де қартайдық. Өзгермейтін Алла пәк. Хамдун мырзаны ғана құрметтей бермеңіз, санған. Біз де осындамыз. Сағанда келем, Дағиз бауырым. Таудың төбесіне дейін жарыссақ қайтеді. Жолымыз қиын және күнде өте ыстық. Атым мерт болама деп қорқам. Болса болсын, неден қорқасың? Бізде жылқы көп. Бейшара жануарлардың кінәсі жоқ қой. Бұл жарыстан бас тартқаның ба? Кеттік, жарысайық, Асат. Неткен ақымақтық. Жарысатын болсақ, атымыз шаршап шөлдеп қалады. Бұл шығынға батуыма себеп болады. Сен ешқашан өзгермейсің. Көп мал жинауды, оны жоғалтпауды қалайсың. Алайда әкеміз бізге барлық нәрседе қамқор болып келеді. Осы жөнде сендермен сөйлескім келген. Әкеміз қартайды. Енді оны қолдап жәрдем беруіміз керек. Енді жарысқанымыз жөн. Алғане, кеттік пе? Ораққа орылғандардың барлығы кедейлердің ақысы. Одан қалған дән біздікі. Бұл тым көп, досым. Орақ пен дақылдардың 1/3 бөлігі орылады. Қалайша оның барлығын садақа етесіз? Кедейлер көп қой, досым. Олар бізден гөрі тамаққа мұқтаж. Бірақ ертеңіңді ойлауың керек. Сенің 3 балаң бар ғой. Оларға да байлық керек емес пе? Мен балаларымды Аллаға тапсырдым. Оларға егістіктен түскен жемістің 1/3 артығымен жетеді. Олар осыған разы болады деймісің? Бұл менің бақшам. Оны жер бетіндегі Алланың жәннатына айналдыру үшін бар өмірімді сарп еттім. Иә, адамдар бұл жерді жәннат дейді. Жоқ, әке, мені өлтірсең өлтір. Бірақ бұлай істеме. Кедейлерге жемістің 1/3 берме. Бізге не қалады сонда? Саған не жетпейді? Үйленгің келеме? Жоқ. Оның махыры бар, алтын жүзігі бар, сыйлықтар бар. Осыларды ойлағанда бүкіл қыздарды жек көріп кетем. Мен үйленгім келеді, әке. Жаңадан сәйгүлік, аң аулайтын бүркіт, саба алтын, қылыш алғым келеді. Жетер. Жауат, сен егін орғаннан кейін не қалайсың? Әке, сізге жақсылық қалайым. Дәрігердің айтқанын орындап, сәл демалсаңызшы. Қартайдым. Әлім кетті. Көзім тіріде сендердің ұлдарыңды көргім келеді. Алла өміріңізді ұзақ етсін, әке.
Балалар мазасыз. Әрқашан оларға тәтті тағам, жаңа киім және білім алу үшін тақта, қалам керек. Аяқ асты ауырып, дәрігерге көрсету керек. Дәрдәрмегі тағы бар. Мүмкін емес. Жетер, балам, қараспанды төндірме. Сен де сәби болмадың ба? Есімде жоқ. Мен үйленгім келеді, әке. Қалыңдықты таңдап та қойдым. Ол кім екен? Санғанның қызы Сәлма.